Сәлем көріктім. Егер сені артық салмақ мазалайтын болса, ішің шығып кеткен болса, осы видеоны соңына дейін қарап, маған лайк бас, подписка жасауды ұмытпа. Іштің шығуына ең алдымен бұлшық еттің әлсіздігі, оны диастаз деп айтамыз. Ол көбінесе босанған әйелдерде болады. Тамақ көп жеп, асқазан созылып кеткен кезеңдерде болады. Зат алмасудың нашарлығынан, жүріс-тұрыстың аздығынан, дұрыс тамақтанбаудан, жас қосуыңыздан, стресстен, ұйқының бұзылуынан осының бәрі іш шығуына себеп болады. Бүгінгі біздің қозғап отырған тақырыбымыз өте маңызды. Әрбір үшінші әйелдің жанын жеп жүрген проблема. Бірақ ішті кетірудің медициналық та, косметикалық та, диеталық та түрін ұсынбаймыз. Кез келгеніміздің қолымыздан келетін, қалтамыз көтеретін, денсаулығымызға да, сұлулығымызға да пайдалы ақпараттарға назарыңызды аударыңыз. Қарын ол май жиналатын орын емес, оның жиналуына бұлшық еттің әлсіздігі, физикалық салмақтың жеткіліксіздігінен ішкі ағзалар төмен түседі, салдарынан тері тозып, нәтижесінде қарын үлкейеді. Бұл кез келген нәзік жандылар үшін проблема. Қай жаста да сымбатымыздың сымдай болғанын қалайтынымызды жасырмаймыз. Қарынның шығуы асқазан мен ішек жұмысына да кері әсерін тигізеді. Сондықтан бұл келеңсіз жағдаймен күресудің амалын қарастырамыз. Не істеу керек? Бұл бас ауыртар проблеманың шешуі. Физикалық салмақты көбірек салу керек. Ішке пресс жасайсыз. Мүмкіндік болса, дәріханаларда сатылатын арнайы корсет киіп алып, жаяу жүріңіз, көп қимыл қозғалыс жасаңыз. Бірақ корсетті күніне 2-3 сағаттан артық кимеңіз. Күнделікті 2-3 сағат корсет киіп жүрсеңіз, соны әдетке айналдырсаңыз, ішіңіз әжептәуір тартылатын болады. Ішті қалпына келтіру үшін сізге небәрі 10 күн жетеді. Ол үшін күнде таңертең ұйқыдан тұра салысымен 1 стақан жылы су ішіңіз, 10-15 минут жаяу жүріп келіңіз. Содан кейін ішке пресс жасап, 1 сағаттан соң таңғы ас ішіңіз. Міне осы кеңесті үзбей уақытылы істесеңіз, өзіңіз ойлаған сұлу мүсіннің иесі боласыз. Дұрыс тамақтаныңыз. Егер сіз хот-дог, пицца, сушиге құмар болсаңыз, бұны тамақтану мәзіріңізден азайтыңыз. Келесі кезекте жас қосу. Адам жыл сайын 1 жас қосады. Тәніміз бен теріміз өзгерісте болады. Жас ұлғайған сайын қалқанша бездің жұмысы нашарлайды. Содан бөлек климакс басталғанда әйелдердің іші қатты өзгеріске ұшырайды. Бұл түсінікті жағдай. Итек-кірдің үзілісі кейбір гормондардың бөлінуіне кері әсерін етеді. Тәбетті өзгертіп, тәттіге құмарта бастайды. Бірақ ішті кетіру үшін диета ұстау, аштықта отыру өте қате шешім. Бұл әдіспен керісінше денсаулығыңызды құртып аласыз. Нәтижесінде ұйқысыздық пен тері ауруларына шалдығасыз. Көтеріңкі көңіл күй мен болашаққа деген сенімділік әдемі мүсіннің кепілі, ал мазасыздық пен стресс іштің шығуына себепші болады. Бұндай жағдайда кейбіреулер салмақ тастағанымен іші сол қалпында қалады, ал жағдай тұрақталған соң жоғалтқан салмағын қайта жинап алады. Стресс кезінде адам ағзасындағы кортизол гормоны белсенді түрде бөлінеді. Нәтижесінде майдың бәрі қарын мен желкеге жиналады. Сондықтан да әрқашанда жақсы көңіл күйде, жақсы нәрсе ойлап жүріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Алуа Омар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.